Сәлем бәріне, каналымызға қош келдіңіздер. Каналымыздың негізгі мақсаты қандай? Трейдинг арқылы қалай сауда жасаймыз? Жалпы трейдинг қазіргі уақытта ең актуалды тақырыптардың бірі болып саналады. Бұл каналда сіз трейдингтің негіздерін үйренесіз, базалық білім жинақтайсыз. Трейдингтің түрлері, тәуекелдері және мүмкіндіктері туралы білесіз. Қандай брокермен жұмыс жасау керек екенін анықтайсыз. Техникалық және фундаменталды талдау түрлерімен танысасыз. Трейдинг дегеніміз жалпы қаржы құралдарын сатып алу және сату арқылы пайда табу процесі. Акциялар, валюталар, тауарлар және криптовалюталармен сауда жасау. Трейдинг қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Трейдерлердің мақсаты бағаның өзгеруінен пайда табу, яғни сатып алу бағасынан жоғары сату арқылы кіріс көру. Нарықтың дұрыс болжамы табыстың кілті. Трейдингтің түрлері: күндізгі трейдинг, яғни day трейдинг, бір күн ішінде позицияларды ашу және жабу арқылы пайда көру. Инвестициялау, ұзақ мерзімді активтерді ұстау, яғни белгілі бір компанияның, мысалға Apple компаниясының акциясын алып, бағаның төмен түскен уақытында, яғни бағаның жоғары өскенін күту. Яғни ол 1 жылға созылады ма, 5 жылға созылады ма, яғни баға өскен кезде қайта сату. Бұл инвестициялау болып саналады. Swing трейдинг дейді, яғни бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін позицияларды ұстау. Және айтатын тағы да бір трейдингтің түрі ол скальпинг, яғни 5 минут немесе 15 минут немесе жарты сағаттың аралығында, яғни қысқа мерзімде бірнеше рет ашып, бірнеше рет жабу арқылы, яғни аз мөлшерде пайда табуды скальпинг деп қарастырылады екен. Қаржы нарықтары жалпы алған кезде акция нарығы. Бұл трейдингтің негізгі құралдары болып саналады. Акция нарығы компаниялардың акцияларымен сауда жасау. Тағы бір айта кететін валюта нарығы, яғни форекс, валюта жұптарымен сауда жасау. Алтын мен доллар мен евроның бағаларының айырмашылығын анықтап, солардың яғни өсу және кему арқылы пайда табуға болады екен. Тауар нарығы, яғни алтын, мұнай және басқа да тауарлармен сауда жасау, яғни алтынның, мұнайдың бағалары өскен кезде де пайда табуға болады, немесе кеміген кезде де пайда табуға болады екен. Одан кейінгі криптовалюта нарығы, бұл жерде яғни биткоин, эфириум, әртүрлі альткоиндер арқылы, яғни солардың бағаларының өсу және кему арқылы сатып алу және сату арқылы пайда табу криптовалюта нарығына жатады екен. Трейдингтің негізгі құралдары бұл техникалық талдау, яғни баға графиктерін және индикаторларды қолдану. Бағаның яғни не жоғары қарай өсетінін, не төменге қарай кемейтінін осы индикаторларды қолдана отырып әртүрлі болжамдарды жасауға болады екен. Фундаменталды талдау. Фундаменталды талдау дегеніміз экономикалық жаңалықтарды, яғни телевизордан, немесе радиодан, немесе интернет беттерінен алынған жаңалықтар арқылы және есептерді, анализдерді жалпы талдау арқылы фундаменталды талдау жасайды екенбіз. Алгоритмдік трейдинг дейміз. Бұл алгоритмдік трейдинг дегеніміз автоматты сауда бағдарламаларын қолдану дейді. Яғни қазіргі уақытта боттар, роботтар
осы трейдинг саласында да қолдана бастады. Ең негізгі трейдинг саласындағы айта кететін нәрсе бұл трейдингте біз трейдингтің артықшылықтарын және кемшіліктерін білуіміз керек екен. Жалпы артықшылықтарына жылдам табыс табу мүмкіндігін жатқызуға болады. Кез келген жерде онлайн жұмыс істеу мүмкіндігін жатқызуға болады. Жалпы капиталымызды бірнеше есеге көбейту мүмкіндіктерін айтуға болады. Ал негізгі қауіптері де бар. Негізгі қауіп бұл жоғары тәуекелге бару. Яғни біз өзіміздің капиталымыздың болжамдарға сену арқылы ғана біз жаңағы сауда жасайды екенбіз. И бұл жерде қаражатты жоғалту мүмкіндігі бар. Психологиялық стресс алуымыз. Біз яғни болжамымыз дұрыс болмай қалып жатса, онда біз психологиялық стресс алып қалу мүмкіндігі де бар екен. Және нарықтың құбылмалылығына қарап болжаудың қиындығы да бұл жаңағы осы трейдингтің ең негізгі қиындықтарының бірі болып саналады. И бұл жерде біз білуіміз керек, тәуекелімізді ең негізі бірінші басқара білуіміз керек. Диверсификация деген не екен, әртүрлі активтерге салуды, инвестициялауды білуіміз керек. Стоп лосс ордерлерін, шығындарымызды шектеуді білуіміз керек. Позиция мөлшерін анықтап, капиталдардың белгілі бір бөлігін ғана тәуекелге салуымыз керек екен. Яғни ва-банкқа бармай, өзіміздің қаражатымыздың белгілі бір бөлігін ғана жұмсауымыз керек екен. Трейдингті негізі бастамас бұрын біз ең бірінші осы анализдерді үйренуіміз керек. Және біріншіден біз брокерді таңдай білуіміз керек. Яғни біз акциямен жұмыс жасаймыз ба, криптовалютамен жұмыс жасаймыз ба, әлде тауарлармен жұмыс жасаймыз ба, соған қарай брокер таңдай білуіміз керек екен. Енді брокерлердің түрлері қазіргі уақытта көп. Яғни Bybit бар, Binance бар, FM бар. Міне осы брокерлердің әртүрлі қазіргі ішіндегі өзімізге ең қажетті қолайлысын таңдай білуіміз керек екен. Және брокерді таңдағаннан кейін бірден біз өзіміздің активімізден жұмыс жасамай, ең біріншіден демошотпен жұмыс жасап, нақты ақшамен емес, сауданы осы демошот арқылы жасап, тәжірибе жинақтауымыз керек. Және өзімізге нақты бір сауда стратегиясын анықтап, өзіміздің қаражатымызды басқаруды үйренуіміз керек. Яғни тәуекелді басқаруды үйреніп, кірістеріміздің шығыстарымызды жоспарлауымыз керек екен. Негізінен қорытындылай кетсек, бұл каналды қарау арқылы осы трейдинг негіздерін үйреніп, тәуекелдерді басқаруды үйреніп, яғни үздіксіз оқуымыз керек екен. Трейдинг, яғни жалпы алған кезде үздіксіз оқып, тәжірибе жинақтауды талап ететін процесс. Тәуекелдерді басқару, сабырлық, табысқа жетудің кілті. Жалпы алған кезде біз кез келген істің басында және аяғында не керек деген кезде ең бірінші білуіміз керек, сабырлық сақтауымыз керек. Әрбір жағдайда болмасын. Және каналымыз пайдалы болса, өздеріңізге белгілі бір қажетті ақпарат ала алсаңыздар, қолдау білдіріп, лайк басып,